Мынау Астананың әдемісін қараңдаршы, Астананың әдемісін. Не деген вайп мынау. Красота ғой, красота. Өзім Астанам, ау Астанам. Полный бак барлығы бар. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Қалайсыздар, денсаулықтарыңыз қалай? Бүгін таксиге жұмысқа шығамыз. Сағат 7:47. Кішкене ары барып қоссам екен, қазір шыға берсем екен. Зоналар бар екен. 1-8, 2 деген. Қазір машинам кішкене қызып алсын. Мынандай зоналар бар екен. Бұл 3000-ға дейін бонус береді екен. Ол қалай? Егер сіз осы жердің осының ішінен заказ алсаңыз, сіз өзіңіз осының ішінде болу керексіз. Осы линияның ішінде тұрған кезде сізге тапсырыс түсетін болса, мысалы осы жерден айтайлық аэропортқа түседі. Сіз 40 минут 1 сағат жүріп барасыз, 5 коэффициент аласыз. Егер 5 коэффициент алып, мысалы 3000 теңгеге баратын болсаңыз, ол сізге 2 еселетіп береді, 2x. Түсіндіңіздер ме? Сонда 6000 теңгеге барған боласыздар. Сол сияқты есептейді. Максимальный бонус 3000 теңге. Одан асырмайды. 200 теңге де беріп қалуы мүмкін, 500 теңге де беріп қалуы мүмкін, 2000 теңге де беріп қалуы мүмкін. Осылай. Сол кішкене қызды, май айналды. Енді жаймен жүре берсек болады. Мынау күн не болып кеткен? Таңғы 7:30-да обед болып кетіп жатыр. Сонда таңертең нешеде басталып жатыр? Кеше кешкісін басталып кеткен жоқ па? Таң ату. Кеше кешкісін таң ату басталса, қазір 7:40-да обед болып жатыр. Мен түсінбей жатырмын, не болып кетті күнге. Сағат 6-да шықсаң да жап-жарық ыстық болып тұрады. Таң сағат 5-те тұрсаң да жап-жарық ыстық болып тұрады. 8-9-да шығып қалшы, ойбай, барлық күнім өтіп кетті деп ойлайсың ғой. Барлығын өткізіп алдым, барлығы бітті деген сияқты бар ғой. Сондай болып жатыр, менде сондай сезім бар ғой. Сіздерде білмеймін қалай болып жатыр. Кішкене кешіксең жұмыс бастағым келмейді, себебі күн деген ыстық. Қазірдің өзінде 27 көрсетіп тұр менің машинам. Білмеймін, қазір біраздан кейін не болады. Енді коэффициент өшіп қалды, хотя мына зонаға кіріп алайын деген ғой. Қараңыздаршы, зонаға не істеп тастапты. Енді айналу керек. Өзім мына 2x кеше бір 3-4 минут ғана қалды. 3-4 минут емес, бір 10 минуттай қалды. Кейде осылай зона қуып, коэффициент қуып жұмыс істесең, жақсы ақша табасың да. Ал не істемесең, ал келесі күні де дәл осылай қуып істейсің, нашар ақша табасың, білмеймін. Бұлай да бұлай болып тұрады енді. Менде кейде болған 200 сағатта 15 мың, 20 мың тауып жергем таңертең. Кейде болған қуып ештеңесіз қалып қоясың. 3-4 заказың 4 мың, 5 мың теңге болып қалған кездері болады. Мен білмеймін қазір. Просто коэффициент жоқ болғансын келе жатырмын жаққа. Қазір бағана көрсеттім, пока линияға шығам дегенше. Обновление болды да, коэффициент өшіп қалды. Кеше кешкісін дәкең екеміз жолығып кофе ішкенбіз. Ол айтпақшы Алматыға кетіп қалды. Алматыға барып видео обзор түсірейін деп тұр. Достар, айтпақшы біз Алматыға дейін Дамаспен бардық. Алматыда Дамаста жұмыс істедік. Олардың барлығы мынандай видео болып шықты. Көрсеңіздер болады. Мен YouTube каналымда дәл осыдан бұрынғы видеолар осы Алматы және жол жөнінде. Бірінші тапсырысымды қабылдадым. Қатты алыс емес, енді көп бонус бермейтін шығар. Себебі еще коэффициентпен қабылдадым ғой мен. Көрейік, барына шүкір. Ана
Mınan kısa sıkıldı o yerde. Жетпей. 760 теңге қосып берді, 1660 теңге болған. 760 теңге қосып берді. Келе жатсам, 5 қойы ұмытып кеттім, не болмай. Здравствуйте, кофе бум дейді. 495 жаман емес. Екінші тапсырысымыз. Ауа райы деген бомба болып тұр. Бомба! Бір пляж жетпей тұр Астанаға бар ғой. Пляж. Мынау Астананың әдемісін қараңдаршы, Астананың әдемісін. Не деген вайп мынау. Красота ғой, красота. Өзім Астанам, ау Астанам. Музыка қоюға болмайды, музыка қоюға болса айбай анау. Big City Like өмірімай деген музыкаларды қойып жіберуші едім. Мен екінші тапсырысты алып келдім. Ол тапсырысым 1250 теңге ғана шықты. Ешқандай бонус бермеді, себебі мен оны зонадан алған жоқпын. Енді 2-де 1 деген зонаға бар жатырмын. Ол жақтан коэффициентпен көп шығады да бонус аз береді. Бірақ соның өзінде бір тапсырыстың құны көп болады. 1200 теңге болмайды да, 2000 теңге, 2500 теңге деген сияқты. Егер алысқа қалсам, 3500 кетеді сондай. Бірінші көріп алайық, нешеге дейін. 3300-ге дейін, сағат 8:59-ға дейін уақыты. Максималды бонус құны 3300 теңге. Мен линияның ішіндем, енді кірем. Линияға шығамыз. 3,5 километрден. Жода мені алғым келмей тұр. Себебі біріншіден 3,5 километр, екіншіден рейтинг өте төмен, үшіншіден қысқа тапсырыс. Екіншісін күтеміз. 700-бен өте қысқа тапсырыс. Оны алғым келмей тұр. Көрейік тағы не болады екен. Бір алысқа берші өтініш, алысқа. Не тапсырыстар мынау? Не тапсырыс? Так, көрейік. Алысқа берш. Бұлай жасаймыз. Мой район. Уақыт өткізіп мұнауда. Açıyorum mынаны қоссақ бонус бермей ме? Өшіреміз онда. 3,000-4,000 теңгелік тапсырыс алайыншы десең, осы ғой. 700 теңгелік тапсырыс берді маған. Міне. Болады екен ғой алыс тапсырыс беруге. Жерден кіріп өтеміз. Бұлай өтіп кетуге болады. Big City Like. Өмірімай. Ручникті түсірсей, Мұрат. Ана үйден шығып тұр. Мынандай дворларды айтам да, односторонний, бір жақты істемей ме? Қазір мына жақтан машина келетін болса, қырыламызда қаламыз. Қараңыздар, қалай өтем? Қазақстанның жері деген үлкен жер емес па? Бұлай қойып кете бергеннен машинаның Оқады осы көп қойған ғой деймін. Сындырып кетіпті. Сынып қалып та білмеймін.
Mine orun mаған. Men keldim. Шықты жаным ау, апарып тастайын. Енді бұл тапсырысқа көп бермеуі мүмкін. Бермеуі де мүмкін вообще. Себебі 1100 коэффициентпен алды. Оны қалай есептейміз? Мысалы, қазір 2000 теңге ақша шығады. 2000 теңгеден 1100-ді алып тастаймыз. Мысалы, 900 теңге қалама, 900-ді 2-де 1-ге көбейтеміз. 2-де 1-ге көбейтсеңіз 1900 теңгеде шығады. 1900-ден бағанағы 2000 теңгені айырасыз, сонда көп болып кетеді. Сол үшін бонус бермейді. Мен айттым ғой сіздерге 3000-4000 теңгелік тапсырыс болады деп. 3040 алып келдім. 1034 теңге бонус берді. Енді тағы бір тапсырыс шығып тұр, қателеспесем. Соған кеттік. 6-шы тапсырыс. 486. Уберма. Юберма. Менде 5 тапсырыс 8952 теңге. О баланстағы ақша. Перинатальный центрден шықты ғой деймін. Магазин ба? Магазин екен. Достар, айтпақшы өте жақсы жаңалық. Енді мені жолда көріп тоқтатып алатын болсаңыздар, Тарлан паркта жұмыс істейтіндер 10.000 теңге бонус аласыздар баланстарыңызға. Бағана балансты көрдіңіздер ғой. Дәл сіздердікі баланстарыңызға дәл солай толтырып береді 10.000 теңгені. Қалада көресіздер, маған көрсетесіздер, Тарлан паркта жұмыс істейтіндеріңізді, және баланстарыңыз 10.000 теңгеге толады. Кондер қоспасам болмайды. Мана қосылып тұрған, просто видео түсіру үшін демесін деп қосқам ғой. Өшіргем ғой. Жолда қай машинада жүресіз десеңіздер, міне мен осы машинада жүрем. Рейлинг бар, дискасы 18. Деп дисканы мақтанып кеткен дейсің ғой. 211 AOQ 01. Осы машинадан. Осы машинада жүрем. Но шықпайтын сияқты ғой. 5 минуттай болып қалды платное ожидание. Тағы 3 минут қалды ма, сондай болды ғой. 8 минут отмена жасаймыз. Абет жүрген. Мынау погода не деп жатыр? Мен 10.000 ғана істедім. 6-шы тапсырысты мен сағат 10:30-да бітіріп тастағам. Одан кейін тоқтап қалдым, сағат 12:30 болды қазір. Не үшін тоқтап қалдым? Себебі маған такси звондап қалды, бампер алып келдім деді. Мен біреуге Kia Ceed'ге бампер заказ қалдыртып бердім. Соған сатқан адамымды алдым, бамперді алдым. Сосын сол сатып алған адам енді таныс болып кеткен. Соны неге апарып тастадым машинасына. Содан жүріп қалдым. Соны алып келсем, давай тамақ ішейік деп братан жазып қалды. Сонымен келіп бағана шашлыкты де жеп алдық. Қарным тойды. 2 адамға 1 макс чай, жартынан 6 шашлык 4950 теңге болды. Енді міне ұйқым кеп тұр. Бүгін Өзбекстан Португалия ойнайын деп жатыр. Кешкі сағат 10-да. Мен линияға шығайын ба, или демалып алайын ба деп ойланып отырмын да, коэффициент жанып тұр екен. Қосып көрдім. Қазір көреміз. 950 мен қалай алмайсың мынаны? Алдым 950 коэффициентпен. О, артта ЖК отау бар ғой. А105. Сол жаққа келген ғой. Осы жерге келсем, Қарайыненский трасса. Страшно пробка болып жатыр екен. Қандай? Пробка, шаң, бір-бірінен сұрамай былайынан шығады. Өкініп қалдым. Бірақ обратка 600-бен Құдайбердіұлы, не? Kia Aster дей ма? Жаңалық Aster Kia'ны официально сатып отыр. Содан неге бар жатырмын? Toyota центр Астана, Құдайберді 6-ға.
No, Aster'di bilem de, no Lada, Gag Motors, so'sin anau Giletto, Chang'an satып жүрген, бірақ Kia'ны birinchi rет көріп тұрмын. Базар жоқ, Aster развивается. No, Астанада погода не деп тұр? Не дейді погода? No, Астана өзін Шымкентпін деп ойлап тұрған жоқ па? Қателесіп кеткен жоқ па мынау Астана? Кондер 2-ге қойсам су талмай тұр. 3-ге қойып жатырмын. Осы бір тапсырысты апарам да демаламау деймін. Өзімде сусап кеттім, су ішкім келіп тұр, мұздай. Сосын ұйықтағым келіп тұр. Бүгін бағана футболға бару керек кешкісін. Мен 9 тапсырыс 14.780 теңге істеп қойдым. Күн ыстықтап кетті. Бізді мынау врачқа шақырып алды. Бірдеме сатамыз деп. Осы мен базадан күн 38 болып кетті. Жұмыс істей алмай қойдық. Бір машинамыздың радиаторын жуып жатырмыз. Су қызып кетіп жатыр. Егер сіздерде де машиналарыңыз кондиционер қосқанда қызып кетеді, су көтеріліп кететін болса, сіздерде 2 аккумулятор радиатордың ортасын жуу керек. Ол көбінесе біз Астана қаласында көп ұшырайды, себебі пух деген бар ғой. Пух Астанада көп. Содан оны тазалаңыздар. Бүгінгі табыс 12 тапсырыс 19.500 теңге. Осылай, бүгінгі жұмыс уақыты бітті, футбол көруге кетеміз. Осылай, күн бітті. Көрдіңіздер, мен немен жүрем. Жаңалықты естідіңіздер. Еще мен запчастарды бағандай топ берем. Kia Ceed, i30 деген сияқтыларға. Енді көбінесе i30-те почти барлығы в наличии бар. Алдыңғы артыңғы бампер 1-2 күн болып қалуы мүмкін, қалған барлығы бар. Бүгін қазір ғана бір звондап, компрессор болса қазір ғана алам деді. Әрине бар деп, 24 мың жүргені бар, 90 мың теңге дедік, 260 мың жүргені бар, 50 мың теңге десек, маған сол бола береді деді. Мен өз ойым, ол сатуға алып жатыр, істеп тұрса болды деген сияқты. Сол сияқты заттарды алсаңыздар болады. Қазір ғана Алматыға бір фара, бір крыло жібердік. Алдың күні Семейге жібердік. 2 есік, бір сиденье, бір шторка. Сол сияқты заттарды алсаңыздар болады. Тарлан паркты ұмытпаңыздар. Мені көріп жолда тоқтатып, мәке деп маған Тарлан паркта жұмыс істеп жүргендеріңізді көрсетсеңіздер, бонусқа, балансқа 10 мың теңге кетеді. Барлықтарыңызға рахмет, сау аман болыңыздар. Енді Құдай қаласа біз всегда осылай неде жүреміз, жұмыста. Осы Kia Ceed'ті мен неге жинайын деп жатырмын. Оны да айтып өтіп кетейін. Проект. Үстіне брана пленка жіберем, жабыстырам. Үстіне не қойдым. Одан кейін тағы не бар. Артына дәл осы машинаны былайынан кесіп, Құдай қаласа прицеп жасауға тырысам. Енді ол болама болмаймы, бірінші документ жағын қарастырамыз. Егер мүмкіндік болатын болса, дәл солай жұмыс істеп шығам. Одан кейін оны сатам. Осы жұмыс істеу керек. Ақша көп табу керек.